Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен дәмі өте ерекше болып шығатын черничный чизкейк дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге печеньеларын дайындап алу қажет. Біз мұнда екі түрлі печенье қолданамыз. Енді біріншісін дайындаймыз. Маргаринге қантты, ванильный сахарды, ұнды салып жақсылап араластырамыз. Үстіне бір дана жұмыртқаны жарып, алдымен қасықпен, кейіннен қолымызбен үгітіп аламыз. Оның қамырымыз дайын. Дайын болған қамырды пергамент қағаздың үстіне төсеп, дәл мен сияқты істесеңіздер болады. Сол кезде оқтауыңызға қамыр жабыспайтын болады. Енді оқтауымызбен қамырымызды, яғни печеньемізді жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін пищевая пленкамызды алып тастап, қызып тұрған пеште печеньемізді қызарғанша пісіріп аламыз. Енді екінші печеньемізді дайындаймыз. Ол үшін маргаринге қантты, шым-шым тұзды, ұнды салып жақсылап үгітіп аламыз. Кейіннен азғантай сүт құйып, қамырымызды жайып аламыз. Енді осы печеньемізді дәл бірінші печенье сияқты пергамент қағаздың үстіне төсеп, пищевая пленканы қолданып, печеньемізді жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, менде екі печеньеміз дайын. Бұл печеньеларымызды енді блендер арқылы үгітіп аламыз. Енді черника пюресін дайындаймыз. Суға қантты, лимон суын және 2 қасық крахмалды салып жақсылап араластырамыз. Крахмалымыз толықтай еруі қажет. Және үстіне черниканың пюресін құямыз. Мен мұнда алдын ала черниканың сүзгіштен өткізіп, сүйектерін алып тастадым. Енді осыны жақсылап араластырып, қызып тұрған отқа қойып, черникамыз қою болғанша жақсылап араластырып тұрамыз. Крахмалдың көмегімен черникамыз қою бола түседі. Мінекей, пюреміз дайын. Енді осы пюремізді суытып қоямыз. Міне мен мұнда екі печеньені араластырдым. Енді осының үстіне еріген сары майды, азғантай сүтті құйып, жақсылап араластырып аламыз. Міне печеньеміз дайын, осылай үгітіп тұру қажет. Енді кольцевой формамызға осы печеньемізді жайып шығамыз. Мен кольцевой формамды 2 рет қабаттадым сыртын, өткені сырты жақсы қапталу қажет, ол бізде су өткізбейтін болады. Міне дәл осылай жайып шыққаннан кейін қасықтың көмегімен бетін бір тектетіп тегістеп шығамыз. Енді творожный сырымызды дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға лимон суы мен азғантай цитрус қосылғанды қоспасын қоссамыз, қантты, ванильный сахарды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сливкиді, 2 жұмыртқаны салып, тағы да барлық біріккенше араластырамыз. Ең соңында суыған черничный пюремізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міне, енді біздің творожный массамыз дайын. Енді осыны печеньеміздің үстіне құямыз. Бір тектетіп жайып шығамыз. Бір тектетіп жайып болғаннан кейін астыңғы екінші формамызға суымызды құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Енді черникамыз дайын болғанша бетіндегі пломбир мусымызды дайындаймыз. Желатинге азғантай су құйып қоямыз. Енді сливкимізді жақсылап араластырамыз. Яғни массасы 2 есе ұлғайғанша араластыруымыз қажет. Енді бізге келесіде толықтай ісінген желатин мен сгущенка керек болады. Сгущенканы алдын ала біз микроволновкада қыздырып аламыз. Енді ісініп тұрған желатинді қызып тұрған сгущенканың үстіне құямыз. Сгущенкамыз қызып тұрғаннан кейін ішінде желатинді еріп кетеді. Желатиніміз толықтай ерігенше жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Енді осы суыған сгущенкамызды, азғантай суыған сгущенкамызды сливкидің үстіне құямыз. Және жақсылап тұрып, тағы да барлығы
үшеуі біріккенше араластыруымыз қажет. Бұл бізде пломбир бетіне, чизкейкіміздің бетіне құйылады. Муссовый пломбир деп атайды. Жақсылап араластырып болғаннан кейін соғылған чизкейкіміздің үстіне құйып шығамыз. Енді құйып болғаннан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қою қажет. Яғни бетіндегі муссымыз қатып қалу керек. Міне чизкейкіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.